ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов. Сондай-ақ үлескерлерден заңсыз қаражат жинайды. Бұл өте қауіпті үрдіс. Әкімдік құқық қорғау органдарымен бірлесіп бұл үрдіске тосқауыл қою керек. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Мұның бәрі жаңа проблемалық нысандардың пайда болуына әкеп соқтырады. Әкімдік көз жұмып отыра берсе, бұл мәселе ушығып кетеді. Шенеуніктердің мұндай салғырттығы және жауапсыздығы ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіруі мүмкін. Сондықтан барлық салада, соның ішінде құрылыс саласында заң мен тәртіп болуға тиіс. Мен заңсыз құрылысқа жол бермеу үшін бақылауды күшейтіп, саланы реттеуді тапсырамын.